Көптен бері қолға түспей жүрет, жақсы болды. Сәлем баршаға. Бүгінгі шолуда Hyundai Santa Fe ең соңғысы 4-ші буынның рестайлингі. Комплектациясы орташа. Жалпы жиынтық өз үшке бөлінеді. Бауырсақ, шелпек және май шелпек. Бізде шелпек комплектациясы. Кеттік, бастайық, шолып жіберейік. Риска нет, баяғы киска нет. Пистолет, без пули пистолет. Я устал, детка, please forget. Дискомфорт және дисконнект. Мен жиі шетелге шығам. Еліміздің халықаралық аренадағы беделі соншалықты мықты, Қазақстан азаматы санаулы мемлекетке визасыз бара алады. Америка, Европа мемлекеттеріне және Шығыс Азия елдеріне бару үлкен проблема қазіргі таңда. Алайда бару керек болса, по-любому барасың ғой, амалын табасың. Құдайға шүкір, менің таныстарым Easy Visa компаниясы үнемі көмекке келеді. Және мен қағазбен жүгіріп, басымды қатырмау үшін бұл жұмыстан алшақтатады. Инстаграм мен номерін төменде жазып қоям. Хабарласыңыздар, сіздерге де көмектеседі. 4-ші буынның рестайлингі былтыр жазда таныстырылды. Ескі мен жаңаны ажырату оңай. Шанақтық панельдері өзгермеген, бірақ фейслифтинг байқалады. Бампер формасы, радиатор торы және оптикасы қатты көзге түседі. Мынау Т тәріздес қазір. Алдыңғы шамдары 2 секциядан құралған. Артқы шамдардың ұзыннан ұзын жалғасуы Hyundai'дің ортақ стилистикасына сәйкес, бірақ кәрістерді меніңше дизайн кризисі. Барған сайын машиналары, білмеймін, ана теңіз өнімдері бар ғой, креветка, бақашаян, сондайға ұқсап бар жатыр. Жаңа Кретаны көрдің ғой, Макс? Қорқынышты. Santa Fe 2 тұтқан ұстап тұр ғой. Әрі көлемді болғаны, 7 орындық болғаны америкалықтарға ұнайды. Ал сабынға ұқсас дизайны мен сығыр көз оптикасы кәрістер, Қытай, яғни Шығыс Азия мемлекетінің азаматтарына өтімді. Travel комплектациясында мультимедиа экраны 8 дюймдық. Ал саймандар панелі комбинацияланған. Ортада 4 дюймдық ақпарат тақтайшасы, спидометр мен тахометр аналогтық екі шетінде. Хай-тек комплектациясында саймандар панелі 12-де 3 дюйм. Ортадағы мультимедиа жүйесінің экраны 10-да 2. Santa Fe Highlander'дың классында. Бірақ бағасы RAV4-тен арзан. Бұның максималды жиынтығы 17 миллион 500 мың тұрады. Ең мықты RAV4 20-ға таяды. Тіпті асып кетті. Қазақстандағы негізгі бәсекелестері Mazda CX-9 бен Kia Sorento деп ойлаймын. Аспасы әрине тәуелсіз ғой, 17 миллионға балка орнатып бермейді ғой сізге. Дегенмен Highlander'дың дәрежесіне жетпейді. Хай өте жұмсақ. 2,5 литрлі қозғалтқыштың динамикасы 100-ге дейін 10 секунд. Сұйық отын тұтынуы да орташа, сол 10 литр шамасында. Santa Fe комфорт, баға және сапа деген 3 тұғырдың балансын ұстап отыр, және ликвидтігі жоғары. G4KM деген индекспен жүретін 2,5 литрлі MPI қозғалтқыш көбіңізге таныс. Бұда 180 аттың күші бар, жоғары айналымдағы моменті 232 ньютон-метр. 3,5 литрлі модификациясы бар, ол 8 сатылы автоматпен жұптасады, ал мұнда 6 сатылы гидротрансформатор. Өзге қызға жоқлама деп ақыра, найзагір бітпен ашу шақыра. Классикалық автомат селекторы жоқ, Sonataдағы сияқты батырмалар. Маған қатты ұнайды осы шешім. Drive mode шайбасы бірақ әлжуаз екен, тартып қалсаң жылынатын сияқты екен. Жалпы орталық консольдің орындалуы Porsche-ның стилінде. Мына мультимедиа экраны BMW-ның стилінде. Максималканың саймандар панелі маған Jaguar-ды еске түсіреді. Яғни Hyundai соңғы трендтердің артынан ілесіп отыруға тырысады. Жүк салғыш көлемі 1700 литр. Үшінші ратты қоссаңыз әрине кішірейеді, дегенмен оны да жазып тастауға болады ғой. Мынау көлік иесінің кастомдық матрасы, балаларды осында отырғызып ойнатам дейді, табиғат аясында. Максималды комплектацияда электрожетегі бар. Орта комплектацияда көріп тұрғандарыңыздай ол жоқ. Дөңгелек базасы 2765 мм, артқы жолаушыларға өте ыңғайлы болады. Басың төбеге тимейді, материалдардың сапасы өте жоғары. Динамиктердің сыртқы пластик қаптамасы ерекше формамен орындалған. Кәрістердің фишкасы мұнда да бар, алдыңдағы жолаушыны адам құрлы көрмейсің.
итеріп тастауға болады бүктеп. Орындықтардың арқасында қалталары бар, 2 USB порт және көтен жылытқыш 2 диапазонда. Осылай, артта комфортты. Алыс жолда орындығы ыңғайлы болады деп ойлаймын. Бізде өкінішке қарай салон тек қана қара түспен орындалады. Шетелде, тіпті шетел демей қояқшы, Украинада сары, қызғылт, қызыл түсті салонды таңдай аласың. Қандай керемет, е? Santa Fe өзінің бауырлас модельдермен қатар Алматыдағы Hyundai Trans Қазақстан зауытында құрастырылып жатыр. Қазір машина комплект тапшылығы. Егер тапсырыс берсеңіз 3-4 ай немесе 5-6 ай күтесіз, оны бір құдай біледі. Егер жылдамырақ алғыңыз келсе, сізге менеджер қосымша жабдықтарды ұсынуы мүмкін. Мына көлік иесі желғағар, шыбынғағар, дыбыс изоляциясы және сигнализацияны сатып алған. Көлікті жылдап күткім келмейді, 1-2 айда кореялық машинаға мінем десеңіздер, Asia Trade компаниясына хабарласыңыздар, сізге жақсы ұсыныс жасайды. Дыбыс изоляциясы нашар, расын айту керек. Сондықтан қосымша жабдықты сатып алу кезінде осы пунктті таңдаған жөн деп санаймын бірінші кезекте. Қарқыны жаман емес, 3,5 бұдан да күшті жүреді, сөзсіз. Ардақты ағайын, құрметті көрермен, қызмет көрсету орталығын ашқанымды мақтанышпен емес, қуанышпен хабарлаймын. Атауы Saf Detailing. Бізге келген көлік саф алтындай таза, жылтыр болып шығатынына меңзеймін. Saf Detailing хим тазарту, полировка жасау, бронепленка, винил жабыстыру, дыбыс изоляциясын жақсарту, салон материалдарын былғарына қалпына келтіру бойынша сапалы қызмет көрсетеді. Бағаларымыз қолжетімді. Ерекшелігіміз неді? Бізге хабарласқан клиент сыпайы, парасатты қызметкерден консультация алып, өзіне керекті уақытта таңдай алады. Енді ғана тәй-тәй басып, буыны қатпаған бизнесімді қолдап жіберіңіздер. Мен осы жерде мықты қазақ мастерлерді тәрбиелеймін. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деген ғой, абай. Мынау біздің нөміріміз, мынау инстаграмымыз. Жазылыңыздар, хабарласыңыздар, шоуды жалғастырамыз. Екі аймақтық климат контроль, орындық жылыту жүйесі, мына заглушкалар бекер тұрған жоқ, максималкада вентиляция бар деген сөз. Паркинг ассистент, 360 камерасының батырмасы, таудан түсу көмекшісі және автохолд. QI стандартына сәйкес жұмыс істейтін телефонды сымсыз қуаттау жүйесі әдемі орындалған, смартфон тігінен орнатылады. Максималды комплектациясы тіпті керемет. Ода Harman Kardon аудиосистемасы, түрлі қауіпсіздік жүйелер орнатылған, саймандар панелі электронды және панорамалы шатыры бар. Біраз кісілермен пікір алмастым, минустар жайында сұрағам, олар айтады. Менде панорама бар, бірақ музыканы өшіріп тастаған кезде сықырлаған дыбыс шығады дейді. Сосын барлығының шинадағы қысым датчигі қуат немесе дұрыс ақпарат бермейді. Мына нәрсені ұмытып бара жатырмын. Максималды комплектациядағы жолақта ұстау системасы күнделікті тіршілікте шаршатады. Көлікке міне салып оталдырған соң, оны батырма арқылы сөндіру керек. Алыс жолда қауіпті деп санаймын тіпті оны. Кейде маужырап, ұйықтап бар жатасың, сол кезде көлік қарсы жолдағы белгілерді оқып, сол жаққа алып кетуі мүмкін. Достар, видео ұнаса арнаға жазылып лайк басыңыздар, чаттарда таратсаңыздар, маған тіпті көмегіңіз тиеді. Келесіде көріскенше, аман сау болайық.